Запастағы ғұмыр. Соңғы бөлім. Ғалия Санжардан бас тартып өзге қалаға келгеннен-ақ өзін жайсыз сезіне бастады. Әуелде ауа райы мен күйзелістен кесірі деп ойлаған Ғалия аяғы ауыр екенін білгенде біраз аптырап қалды. Бірнеше рет баласынан бас тартпақ болғанымен күн өткен сайын аналық сезімі оянып құрсағын мекен еткен тіршілік иесіне бауыр баса бастаған болатын. Ай күні жетіп, сәбиін қолына алғанда Ғалия бар тағдырының мәнін осы бейкүнә періштемен байланыстырып, ендігі өмірін Арланына арнамақшы болып бекінген еді. Арланға 10 ай толғанда дәрігерлердің балаңыз ауыр дертке ұшыраған, тез арада донор табуымыз керек, тексіз болмаса әкесі ғана жарамды деген сөзін естігенде Ғалия ойланбастан сараптамадан өткен болатын. Бірақ тағдырға қарсы шара бар ма? Ғалия баласына донор болуға жарамсыз болып шықты. Амалы таусылған ана еш ойланбастан баласын аман алып қалу үшін туған жерге оралғаны да осы еді. Темір тордың ар жағында жүрегінің бір бөлшегі, күре тамырында өзінің қаны тулаған жанын бар екеніне енді білген Санжар бір орнында байыз таба алмай тура тар қапасты қиратып өтерде жан дүниесі астан-кестен төңкеріліске ұшырады. Баласы ауыр дертпен алысып, өмір үшін күресіп жүргенде жанынан табылып, бар ауыртпашылықты мойнына ала алмағаны үшін өзін жегідей жеп шарасыз күйге түсті. Әкелік сезім мұндай күшті болар ма? Баласын жүзін көріп жұпар иісін жұтып көрмесе де, Санжар сол күннен бастап Алладан баласын амандығын сұрап, баламды емес орнына мені алшы деп жалбарынып, Ғалияның келуін тағатсыздана күтті. Кездесу бөлмесі. Арлан сондай тәтті, сенен аумайды деген перизаттың даусы әрең шықты. Прокурордың рұқсатын аламыз дегенше қиналып қалмаса болды. Шарасыздықтан жынданып кетпесем болғаны деп Санжар тормен қоршалған терезеге жақындап бір күрсініп алды. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Сендер бақытты боласыңдар әлі-ақ. Сен Арлан, Ғалия үшеуіндей беріп перизат кілт кідіріп қалды. Тамағына тығылған өксігі әрі қалай екеумізді байланыстыратын тек Арлан, басқа арамызда ештеңе жоқ деп Санжар дізелеп перизаттың алдына келіп отырды. Ғалия екеуін бір-біріне қаншалықты ғашық болғандарында кім мен жақсы білемін деді перизат, Санжардың көзін ала беріп. Маған сен керексің деп Санжар перизаттың қолынан ұстады. Екі жанын дәл сол сәтте тұла бойларын билеген ерекше сезімді тілмен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Санжар іңкәрлікпен ынтыға перизатты құшағына алып жібермей ұзақ тұрды. Осылайша екі жүрек тағдырларын мәңгіге бір еткен еді. Санжар камераға келіп орнына жайғасты. Неге екені белгісіз сол бір өмірін күрт өзгерткен қаралы түнді еске алды. Сол күні ауылдан асыға қалаға келмегенімде бүгін перизат пен баламның жанында отырар едім деп іштей күрсініп қойды. Кейде ойланбай жасалған бір қадам күллі өміріңді тасталқан қылып өзге арнаға бұрып жіберердей әсер етеді емес пе? Сол күні, яғни осыдан 2 жыл бұрын, Санжар ауылдағы әкесінің шаңырағында ата-әжесіне жайбарақат көмектесіп жүрген болатын. Тосыннан шалынған қоңыраудан соң асыға көлігіне отырды да жолға шығып кетті. Қоңырау шалған досы Айдар еді. Дереу қалаға жетуін өтінген Айдар ашып ештеңе айтпады. Қос өкпесін қолына ұстап асыға қалаға жеткен Санжар бірден досының үйіне барды. Аулада өзін тағатсыздана күтіп жүрген досын көре салысымен не болғанын сұрап, мән-жайға қанық болды. Бауырым, рахмет, білесің ғой, мен тек саған сенемін. Кешке соғыммен алып кет, барып адамдарша сөйлесіп қайтайық деген Айдармен Санжар кешке кездеспекші болып үйіне кетті. Айдар да Санжар да бала кездерінен еркін күреспен айналысады. Екеуінің достықтары да сол еркін күрес үйірмесінен басталған. Уақыт өте келе екеуі араларынан қыл өтпестей досқа айналып, тағдырдың ащысы мен тұщысын тең бөлісіп, өмір атты өзенде қатар жүзіп келді. Санжар ауылда жүргенде Айдар еркін күрестен олимпиадаға қатысып алтын белгі иегері атанған еді. Бірақ жеңілген қарсыласы судьялардың шешімімен келіспей, сол жерде жарыс соңы үлкен дауға ұласып, ақыр соңында қарсыласы Айдарды жеке кездесуге шақырып, сөйлеспек болып тарқасады. Өз мінезімен сабырсыздығына қанық Айдар ашу үстінде бір нәрсе бүлдіріп қоярмын деген ниетпен Санжарды қасына ертіп алмақ болып ауылдан шақыртқан еді. Санжар болмысынан сабырлы, әр нәрсенің байыбына барып шешім қабылдайтыны, үнемі Айдарды сабасына түсіріп жүретіні тағы бар. Содан болар Айдар бұл кездесуге досымен баруды жөн көрді. Ана жүрегі баласына төнген қауіпті сезеді емес пе? Сол күні кешкі астан соң сыртқа шығып бара жатқан ұлына Ырысгүл апа, балам, бүгін үйде болсын қайтеді? Бір түрлі мазам болмай тұр. Ауылдан келген енді емес пе деп анасы уайымын жасырмады. Апа, мен көп кешікпеймін.
Айдарға барам да келем, еш уайымдамаңыз деп бетінен сүйді де шығып кетті. Жүрек алабұртқан күйі ана байғұс жәутеңдеп қала берді. Көлігіне отыра сала Айдарға қоңырау шалып еді. Бауырым, сен өзің бара бер, мен сәл кешігемін, шаруаларым шығып тұр, сен барып менің сәл кешігетінімді жеткіз. Қашқақтап келмеді деп ойлап қалмасын деген. Досының сөзін жерге тастамай, межелі жерге Санжар өзі кетті. Досының намысы үшін кездесуге келген Санжарды екі жігіт күтіп алды. Бірі Айдардың қарсыласы, ал екіншісі Санжар танымады. Аяқ астынан үшеу ара кекілжің басталып, әп-сәтте-ақ төбелес орын алады. Кенет Санжар басынан алған соққыдан жерге сұлқ етті. Одан әрісі есінде жоқ. Ауруханада ояна сала тергеушілер төбелес болған жерде жігіттердің біреуі қайтыс болғанын хабарлап, күдікті ретінде Санжардың өзін танығандарын хабарлады. Жандарында болған үшінші адам Санжар досын пышақтағанын көріп, қорыққанынан Санжарды басынан темірмен ұрып қалғанын айтқан. Тексеріс барысында пышақтан Санжардың саусақ іздері табылған. Осылайша Санжар қылмыскер атанып, соттың шешімімен 9 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Кейде адам ессіз ғашық болып, бар ғұмырымен тағдырын сол бір жанмен жіпсіз байлап бір етеді емес пе? Болашаққа үміт артып, арман мақсаттары сол адамның қалауымен ұштасып, жан тыныштығын тапқандай болады. Саған мүлдем қатысы жоқ адам үшін жан қиярлықтай әрекетке барып, есуас адамның күйін кешесің. Бұрын сонды ешкімді ешқашан дәл бұлай сүймегендей, тынысың тарылып, демін жиілей түседі. Өзгелерді көзін көрмей, көңілін сезбейді. Санжардың да Ғалияға деген махаббаты дәл осындай еді. Алайда тағдыр тауқыметінде өзін тастап кеткен ғашығына Санжар іштей бақыт тілеп, жүрегін қайырсыз махаббаттан босатып, Ғалиямен қош айтысты. Махаббат бәрін кешіруші мүмкін, тек сатқындықты емес. Санжар баласының алдындағы міндетін мінсіз атқаруға өз-өзіне серт етті. Прокурордың рұқсатымен ауруханаға жатып, ұлына донор болды. Арлан аздап өзіне келе салысымен Санжар тар қабасқа ұлын қимай-қимай оралды. Ғалияның әу баста Санжармен қайта жарасып қосылып кеткісі келгенімен, сіңілісі мен Санжардың бір-біріне деген сезімдерін көріп, іштей жұтына баласын алып келген жағына кете барды. Өкінді, өкпеледі, бірақ Санжарды емес өзін жазғырды. Мына жерден шыққан соң қалаған уақытыңда балаңды көруге келе бер деген Ғалия енді Санжар екеуін байланыстыратын тек ұлы ғана екенін іштей мойындады. Ал Перизат пен Санжардың махаббат дастаны енді басталмақ. 7 жыл бойы Перизат темір тор мен үй арасын жалғап 5 минуттық кездесулерді қанағат тұтып, Санжардың бостандыққа шығар күнін сабырлықпен күте білді. Айналасын сарыға бояр алдағы күзде Санжар бұйырса бостандыққа шығып, Перизат жүрегіндегі сарғайған сағынышынан арылмақ.